Сәлем достар, сіздермен бірге Sinix Trade арнасы. Бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз сіздермен бірге USDCAD валютный параларына анализ жасап және саудаға кіретін боламыз Quotex платформасына. Олай болса достар, біз видеомызды бастаймыз. Достар, біз алдымен көпшіліктің көзқарасын сіз баламыз. Көпшіліктің көзқарасы бізде шорт позициясына кетіп бара жатқан еді вроде, иә? Ендігі біздегі көпшіліктің көзқарасы көтеріліп жатқанымыз байқауымызға болады. Бірінші, біз астындағы объемдарға қарап аламыз. Мұндағы объемдарына қарайтын болсақ, жасыл объемдар қызыл объемдардан қарағанда көп және үлкенірек болып тұр. Бірақ мұнда соңына қарайтын болсақ, бізде баға ауысымдар болып жатыр достар. Мұндағы свеча бізде тұрақсызданып жатыр достар. Вот көрдіңіздер ме? Мен сарымен белгілеп қойын. Вот осы жерден уже баға тұрақсызданып жатыр. Значит, достар, бұл жерде баға ауысымы болып жатқан себепті баға бізде қайтадан разворот жасап төменге бір құлайды. Әрине бұл мына аймаққа бармайды достар. Мына аймаққа бармайды бізде. Біздегі баратын аймақ мына жерде болады. Келесі бізде баратын аймақ осы жерде болады. Вот осы жерде поддержка аймағы деп біз белгілейміз. Не үшін достар? Өйткені біздегі остановканы көрдік қой мұндағы. Вот осы остановкаға барады достар. Мына жердегі остановкаға бармайды. Никогда бұл остановкаға бармайды. Вот біздегі осы екі остановка арқылы біздегі свеча дәл осы остановка келіп тоқтайды, не болмаса мұнда максимальный осы остановка келіп тоқтайды. Содан кейін бізде разворот жасап жоғары қарай көтеріледі достар, ары қарай. Өйткені мына жердегі қозғалысты көрдік қой, тау сияқты болып қалған. Вот бұл тау сияқты болып қалған разворот деп аталады достар. Разворот деп аталады. Бір разворот жасады ма, бұл жоғары қарай ұмтылып жатыр достар. Өйткені мұндағы астына тендеріне мән беретін болсақ, астындағы тендер өте үлкен өздерінен қарағанда. Бұл свечалар достар, мұндағы біз қойған остановкаларға барады. Содан кейін бұл остановкадан ары қарай қайтады достар. Бір секіреді. Мына остановкаға никогда бармайды достар. Теніне қарайтын болсақ, біздегі теннің максимальный түскені, төменге түскені 1.382-ден 0.3-ге түскен екен да, бізде қайтадан көтеріп бергені 1.382-де 18. Кімдер көтеріп берді? Қандай свеча көтеріп берді? Мұндағы сатып алушылар жасыл свеча көтеріп берді. Енді достар, біз дәл осы уақыт аралығында жоғары қарай қарастырсақ болады. 2 минутқа біз Quotex платформасына кіреміз да. Так, Quotex платформасына кіреміз. USDCAD валютасына, так, былай іздеп көрейік. Міне жерде USDCAD валютный парасын ашамыз. Және біз жоғарыға деп 2 минутқа қарастыратын боламыз достар. Так, мен реальный счетты ашып беріппін. Енді күтеміз. Мен реальный счетты ашып беріппін, енді күтеміз. Бізде достар, біз бұл жерде эмоцияға беріліп ашқан жоқпыз. Біріншіден, екіншіден біз қалай болса да ашқан жоқпыз. Қалай болса да солай. Біз мұндағы өзіміздің анализіміз бойынша аштық достар. Вот мен Quotex-ке кіріп ценовый котировканы көріп қояйын. Қай уақытта аштық біз? Ценовый котировканы көретін болсақ, бізде 1.382-де 37 ашылыпты. 382-де 37. 382-де 37. Міне біздегі қазіргі баға 382-де 37 как раз тұр достар. Мұндағы ценаға қарайтын болсақ, 382-де 38-ге көтерілді. Баға бізде көтеріліп жатыр. Егер 37